Елді мекенде басты қолға алынатын жұмыстардың бірі мал шаруашылығы мен ел ірісі саналатын сары алтын егіс алқаптарын баптау болып есептелінеді. Айыртау аудандағы бұл екі саланы бір арнаға тоғыстырып, экономика құрылымдағы аграрлық сектордың жалпы өнімінің көлемі 3 миллиард 137 миллион теңгені көрсетеді. Аудан әкімі негізгі капитал бойынша инвестициялау көрсеткіші артып келе жатқанын айтады. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің 1,5 есеге ұлғайды. Оның ішінде жеке инвестициялар 2 миллиард 513 миллион теңгеге құрады. Жыл басынан құрылыс жұмыстарды көлемнің ұқсас кезінен салыстырғанда 2 есеге артқаны байқалады. Аудан бойынша тұрғын үйлерді пайдалануға беру жалпы ауданда 469 шаршы метрді немесе өткен жылдың сәйкес кезінде 123%-ды құрады. Өткен жылы жоғарғы Бұрлық ауылында 400 бас, Красный ауылында әдем астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 600 мал басы бар. Арна шаруа қожалығының сүт тауарлар фермалары іске қосылды. Қаратал ауданында Нордстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Антоновка ауылындағы жалпы саны 650 бастан асатын Парис Свен жауапкершілігі шектеулі серіктестігін іске қосу жоспарлануда. Бұл жасалып жатқан жұмыстар сүт тауарларын көбейтуге себепкер болатыны сөз етілді. На сегодняшний день поступает. Ауданда табиғи сүт өнімдерін шығарумен Гормолзавод жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысады. Жылдық сүт өндіру көлемі 4000 тонна, сарымай 1618 келі, ірімшік 1070 келі, түрік айраны 7000 келіден асады. Тезис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында сүтті өңдейтін және жұмсақ ірімшік шығаратын цех ашу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша бөлінген 514 миллион теңгеге цехты жаңғырту бойынша сыртқы және ішкі жұмыстар жүргізілуде. Айыртау аудандағы мәселелер қатарда шетте қалған жоқ. Ерболат Пекшенов ауылданда жол, су және жылу сияқты шешімін таппаған жұмыстары бар екенін атап өтті. Ауыл ел бесігінде программа бойынша 3 ауылға биыл 500 миллион теңге бөлінді. Қазір сол ауылдың ішіндегі жолдар жөнделіп жатыр. Су мәселесін айттым, Салмакөл туралы 3-ші очередь былтыр бітірді. Биыл проект сметный документациясы жасап жатырмыз. 4-ші очередь, сол 4-ші очередьпен суды өткізсек, сол Салмакөл ауылдың тұрғындарына жеткізіп болады. Тағы да көп проект сметный документация ауылдар бойынша Антоновка үлкен ауыл, Айыртау, Шалқар, Нижний Бурлук деген ауылдарға сол проектный сметный документация бітіріп, ендігі жылға сол жоспарымыз бар. Ақша бюджеттен қарастырып, облыс бюджеттен, ауыл, республика бюджеттен бөлінсе, соны жөндейміз. Жылыту маусымына дайындыққа келетін болса, қазір ауданда қазандық арқылы таратушы жылу желілері салынуда. Жұмыстарды биыл аяқтау жоспарланып отыр. Сондай-ақ қоныс аударушылар үшін салынған үйлердің жағдайы да баяндалды. 2017 жылдан бері ауданға халық саны тығыз шоғырланған өңірлерден барлығы 690 адам құрайтын 191 отбасы келген. Еңбек бағдарламасы бойынша ауданда 3 жыл ішінде 90 жаңа тұрғын үй пайда болғанымен, олардың сапасына қатысты шағымдар аз болмаған. Өткен жылы біз барлық ескертулерді мүмкіндігінше түзетуге тырыстық. Бүгінгі күні кейбір жерлері бойынша шағын ескертулер келіп жатыр. Біз оларды мүмкіндігінше түзетіп жатырмыз. Өткен жылы 11 үй сатып алдық. Қазір оларға қатысты ешқандай шағым жоқ. Қазір ол үйлерге қоныстандыру жұмыстары жүріп жатыр. Қазір аудандағы Саумалкөл ауылына жабық хоккей кортының құрылысы жүріп жатыр. Сондай-ақ жыл бойы 600-тен астам бала жаттығатын көп салалы спорт кешенде жасалу үстінде. Айыртау ауданының әкімі орташа жалақы өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға өсіп, бүгінде 180 мың теңгеге жуықтағанын да атап өтті. Қуаныш Қапес, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.